1991 жыл желтоқсан айы. Бір ғасырға жуық уақыт әлемді теңтіреткен, кеңестік социалистік республикалар атанған империя ыдырап, қазақ халқы тағы да тәу етер тәуелсіздігіне ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Керей мен Жәнібек сұлтандар дербестікке ұмтылған сол шақтан бастау алған ұлы көш 500 жылға жуық уақыттан соң өз діттегеніне жетті. Тәуелсіздік тұғырына азат елдің алдаспан байрағы төгілді. Азат қазақ тұңғыш рет тәуелсіз президентін сайлады. Егеменді еліміз мәңгі жасасын. Құрметті Семей көпсалалы колледжінің оқытушылары, студенттер. 2021 жыл Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Бұл күн елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Ынтымақты ұран етіп, татулықты ту еткен халық бүгінгі күнге толағай табыстармен келіп отыр. Мемлекеттің қарқынды дамуы береке бірліктің арқасы. Ата-бабамыз армандаған бейбітшілікті, халық татулығын сақтау ол біздің басты мұратымыз. Берекеміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Еліміздің туын асқақтататын, келешекті өркендететін жастар сіздерге мықты денсаулық, шығармашылық, табыс, әр бастаған бастамаларыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі күннен бастап тарихи күнге арналған тәрбиелік іс-шаралар 10 күндігін ашық деп жариялаймын. Тәуелсіздік сөзінің өзі жанымызға жылу, бойымызға күш-қуат береді. Ата-бабаларымыздың аңсауымен, желтоқсан жастарының қайсарлығымен, тәуелсіздік есіктен еніп жанымызға шаттық сыйлағалы міне 30 жыл. 30 жас. 30 жылда еліміз көркендеп, жеріміз жандануда. Бар әлемнің назары біздің елімізде. Қазақстанды бүкіл әлем таниды десек, қатайтқанымыз емес. Аз уақытта бойын тіктеп, басқа шетелдерге үлгі бола білген еліміздің 30 жылдығы құтты болсын қазақ елі. Қазақтығымыз бітпесін, азат күніміз бітпесін. Қазақ тілінің тұғыры берік болып, еліміз жандана берсін. 30 жылдығын 100 жылдыққа аласып, шаттығың мен бақыттың ортаймасын. Қазақ елі жасай берсін. Тәуелсіздікке тарту. Көріп жүрмін алыптардың шөккенін. Бар адамның басында бар өкпе мұң. Кей адамдар жоғалтып ап иманын таба алмай жүр. Адалдықтың өткенін. Кей күндері ағыл тегіл төкпемін. Кей күндері жыр жазамын көп көрім. Күніне бір алла деген адамдар түзеп алып кетіп жатыр көштерін. Өмір бізге бермесе де ескегін қайыспадың, қайран қазақ шөкпедің. Мұсылмандық жолға түсіп жастарын ақтарып жүр Құран кітап беттерін. Қиындықтың шешіп тастап шекпенін, жақсылықтың көкке ұшырдың кептерін. Әлемдегі оза шауып дамыған 30 елдің қатарына беттедің. Экспоның осы жерде өткенін бүкіл әлем құптап кетті. Көп көрім, көк байрағым желбіреп тұр көгімде. Осы емес пе қайран елім өскенін. Енді қазақ қасіретті шекпегін бақыт сілтеп тұра берсін көктегін. Ел жұртымыз аман болып ағайын, мәңгілік деп келе берсін көктем. Семей көпсалалы колледжінде тәуелсіздік тұмарым, мәңгілік ел тұрағым тақырыбында тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойына арналған 10 күндік өткізіледі. 10 күндікті өткізудегі басты мақсатымыз колледж студенттерін тәуелсіз қазақ елінің тарихы мен жетістіктерімен таныстыру. 10 күндік барысында төмендегідей іс-шаралар ұйымдастырылған. Тәуелсіздік тұмарым, мәңгілік ел тұрағым атты апталықтың ашылуы. Елбасымен бірге жастар жылында жаңа жетістіктер атты тұңғыш президенттік оқулар. Тәуелсіздік жетістіктері кітап көрмесі. Үздік аудармашы 2021 сайысы. Тәуелсіз елдің ұрпағымыз тақырыбында эссе байқауы. Дене шынықтыру пәнінен ашық сабақ. Тәуелсіздік таны мәңгілік тақырыптық тәрбие сағаттары.
Тәуелсіздік тынысын, бүгінгі дәулетің, ертеңгі ырысың атты ашық тәрбие сағаты. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналған шахматтан колледжшілік жарыс. Жаңарған Қазақстан тақырыбында бейне ролик байқауы. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған колледж сыйы. Колледж мұражайына танымдық сағат. Тәуелсіздік тұғыры биік болсын атты колледжшілік спартакиада. Ұйымдастырылған барлық іс-шараларға қатысуға шақырамыз.